Vah halayık al mısın? Ağayın tuğan var mısın? Canlığımdı tыңдаңдар, босқа қарап қалмаңдар. Ben сендерге сенемін, қызымды мектепке апарғанға отбасында алтын беремін. Жоқ әке, бұл не дегенің? Оқымай-ақ мен бәрін білем. Сабақ, оқу, әріп, жазу, дәптер, кітап. Ол не керек? Ол не береді? Мен сұлумын, қаншамын, тәтті қыздың бірімін. Оқуға өтіш бар, керек емес білімін. Уақтасы, армысың, қаншайымды бармысың, жақсы қабарым бар. Бірінші сыныпты оқушылары әліпбимен қоштасу тойлап жатыр. Соны көріп қаншайым күлкі өзгере қонаққа барып қонайын. Қызыма көмектесе жүр түс алдыға. Барсақ баралық, көрсек көредік. Ассалаумағалейкум, қалай? Армысыздар, қонақтар. Көз салып қараңызшы бойымызға, ортақ боп бүгінгі түскен ойымызға. Қош келіпсіз ұстаздар, ата-аналар, әліпбимен қоштасу тойымызға. Өтті оқу сан сабақ, бүгін үлкен салтанат, оқулық пен достастық, әліпбимен қоштастық. Өсті білім бойымыз, құтты болсын тойымыз. Қыр гүліндей жайнаймыз, ән сәт билеп ойнаймыз. Бүгін бізде мереке, қоштасуды тойлаймыз. Біз бүгін өте қуаныштымыз, себебі оқуды, жазуды үйреткен алғашқы оқулығымыз әліпбимен қоштасамыз. Құрметті қонақтар, ортаға бірінші сыныбын шақырайық. Ұстаздың алғашқы қарсылығына, айқара ешік тастағана бір мереке думанды осы маңда жетелеп бір сыныпқа барғаны. Есімізге енді түсті. Ол кезде біз әр үйдің мәпелеген ерке балалар едік. Тіпті кейбіреуміз мектепке кіруден қорқып әндете жылағанбыз. Кейін үйрене келе барлығымыз бір-бірімізге бауыр басып, бір отбасының балаларындай достасып кеттік емес пе? Армысыздар, құрметті қонақтар, оқушылар. Шәкірттеріміз қолдарына алғаш әріппені ұстап, 42 әріпті танып, бүгін міне әліпбимен қоштасу тойымызға келіп отырсыздар. Барлық ғылымның атасы, болашағымыздың негізі әліпбині бітіру тойымызға қош келіпсіздер деп, ертеңгімізді бастауға рұқсат етіңіздер.
қазақтың данасы. Балалар, мен сендерге сұрақ қойым келіп тұр. Сендер сұрақтың жауабын табыңдаршы. Іші толы әріпке білімдегі жарық не? Олай болса, бәрімізге ең қымбат әліппені ортаға шақырайық. Армысыздар жас достар, армысыздар ата-ана, болашаққа жол бастар, әліппен келді ортаға, білім деген ғажаптың әліппесін меңгерген, келешегі қазақтың басталады сендерден. Таудай болса талабым, айтары көп әріптің, қуанышы баланың, қуанышы ананың, жақсы білім көрімнің болсын бізге халайық. Не үйрендік, не білдік, кәне ортаға салайық. Түрлет әліппе қонақ бол, балалар, біз әліппеге өз өнерімізді көрсетейік. Менің әліппем, сені қолға алып бер, есігін ашты мектен, ертең сәуле жарықпен. Ашыла берді алдымнан, кең дүние есігі, солған солдар алдымнан, әліппе білім бесігі. Жақсы кітап әліппе, үйретеді әріпке, қуыршақпен қоштастым, әліппемен достастым. Әліппе білім манасы, әліппе кітаптан асы, әліппе бетін аспаған адамның баңғы басы. Келгенде алғаш мектепке, білмеуші едік әріпте, оқимыз қазір ертекте, үйреткен ана әліппе. Бардағатын осы отырдым, қалам алып қолына, сызықтарға толтырдым, қалдырмай дәптер жолында. Әріптерді жаттаймыз, есте мықты сақтаймыз, ұмытпаңыз бәрінде, атын-засын түрінде, бәрін сүйіп өткен, балаларға үйреткен, әліппе мен ұстазға бас иеміз құрметпен. Ooh.
мұғалімімізге әліппені. Мұғалім ғылымға жол салып берді. Адамның ақыл-ой мақсаттары оқудың сәулесімен жарық көрді. Ең алғаш қолға алған әліппені қызығып қарай бердім әріптерді. Мен үшін зор жұмбақ бұл кітапты ұстазым маған кілтін ашып берді. Жаңыл жол ашты, жаным тәнде жалғасты, әліппесін ұттырған. Айтпақшы, Алматы қаласында мен шыққан Алматы баспасы электрлік поштамызға жаңа ғана хат келді. Сол хатты бірге оқиық. Амансыңдар ма, балалар? Міне, әйбат кітап әліппемен қоштаспақсыңдар. Біз сіздердің жақсы оқып, елін жерін сүйетін жаны ізгі азамат болып өскендеріңізге сенеміз. Әліппемен қалай дос болсаңдар, ана тілі оқулығымен де солай дос болыңдар деп сенеміз. Ана тілін ренжітпеңдер. Білімін көп қой салалы, әліппе соған жолбасы, ғылымын қиын жалғасы, басқа кітаптан табасың. Қош болыңдар балалар. Балалар, енді ана тілі кітабын жалғастырамыз. Қане онымен жақсырақ танысайық. Ана тіл армысыңдар жас достар, туған елдің тілімін, ақылым танымым түсіндірер бәріне ана тілі пәлімін. Ана тілім елдігім, ана тілім болмаса бүтінделмес кемдігім. Төрлет. Балалардың өнерін тамашалаңыз. Ана тілін біліп қой, еркіндігің теңдігің. Ана тілін біліп қой, мақтаршың елдігің. Ана тілін елдігім, ана тілін елдігім. Ана тілім болмаса бүтініміз кем. Шарықтап қиялым, зердеге ой қиямын, бір-бір мектеп ыбырай, Абай Ахмет зиялым, таныстырар бәрімен, өлең жыры әнімен, өрісіңді кеңейтіп, шежіре айтып әріден, қысқаным білімнің бәрімен.
бауырсақ. Сәлем кішкентай достарым. Балалар, бауырсақ қайдан тап болды? Балалар, бауырсақ ертегісін білеміз бе? Жарайсыңдар. Менің ертегімді жақсы біледі екенсіңдер. Бауырсақ, сен қайда бара жатырсың? Мен атам мен әжемді таппай жүрмін. Балалар, бауырсаққа көмектесеміз бе? Бауырсақ, мен сені жеймін. Жемеш, мен саған тақпақ айтып берем. Жоқ, мен тақпақ ұзағым келмейді. Менің саған қояр тапсырмам бар. Көлден ұшты жеті қаз, қайтып қонды екі қаз, қонбады оның нешеуі? Балалар, мен бұл тапсырманы шеше алмаймын. Маған көмектесіңдерші. Қоян дұрыс па? Иә. Бауырсақ, мен сені жеймін. Жемеш, мен саған өлең айтып берем. Өлең тыңдағым келмейді. Сен маған санама айтып бер. Балалар, мен санамақ білмеймін. Маған көмектесіңдерші. Бір дегенім білім, бірінші нұрым, қадірім білім мұның. Екі деген ем ұлдық деген, ата жұрты сенің. Үш дегенім үміт, ата жүріп, дос жүрейін жылы. Төрт дегенім тілім, тілсіз ұл жоқ көрім, құрметте ана тілім. Бес дегені бақыт, үштен дегі бақыт, бақытқа не сарқып. Алты деген арман, армансыздық жалған, арманды көт алдар. Жеті деген жігер, жігерді өрге жүзер. Жұрт қаммен жүрер. Сегіз деген сенім, серігің сол сенің, сенім шығар торым. Тоғыз дегенің әлім тағылым, таным, танып білер бәрін. Он дегенім ойла, жақсылыққа бойла, сіңіріп бәрін бойға. Ярайсыңдар балдар. Мен бауырсақты жемеймін. Бауырсақ, сені жеймін. Жемеш, мен саған тақпақ айтып берем. Тақпақ өлең тыңдағым келмейді. Менің тапсырмам бар. Тілі жоқ, өзінің сөзі бар ізінің.
Ол не? Балалар, бұл жұмбақтың шешімін білмей маған сөйлесіңдерші. Бұл жұмбақтың шешімі қалам. Жаза жауған, жаза анықтаған. Бұл жұмбақтың шешімі бор. Seni seveyim. Bağırsaklı öktü. Ayın gözüne koyanlar öktü. Bağırsak, men seni jeymin. Şimdi takbağa men takbaқты tındağım gelmeydi. Benim var. Biri koşmagan, bir үйде көрдім, бiri екі дос жаран. Ол не? Кредит. Dұрыс па? Иә. Маған мақал айтып бер. Bağırsak alsın. Bağırsak. Балалар, мен бұл Maqaldı bilmeyeyim. мақалды білмей, маған көмектесіңдерші. Оқу білім азығы, білім ырыс қазығы. Сәт білім, Dәb asıl ağzına. дәп асыл қазына. Жақсы dostlarım var. Сенің жақсы достарың бар екен. Балалар, қараңдаршы, атам мен әжемнің үйі көрініп тұр. Қош сау болыңдар. Сау болыңыз, бауырса. Танып, оқып кетуімізге ата-анамыздың көмегі зор болды. Анамыздың мейірімі жүзіне біз қараймыз. Анамыздың пейілді жомарт жанға балаймыз. Баланың да тілегі, дананың да тілегі. Шашылмасын ешқашан, ананың да тілегі. Және рахмамам.
Uyandı kurt, susadı orman.
Құрметті Рахманжан.
Ұстаздар, ата-аналар, бүгін біздің кішігірім шағын ертең жұмыс аяқталды. Енді балаларға естелік ретінде қош бол менің қасиетті әліппем атты естелікке қалдырайық дегенбіз. Қош бол менің қасиетті әліппем атты бұқиетті қолына алу сіздің балаңыздың өміріндегі ұмытылмас кезеңі. Ол білім әлеміне өмірлік жолдама алды. Біз сіздің балаңызға ақ жол тілейміз. Ал сіздер ата-аналар балаңыздың оқитын мектебін, балаңыз мектеп бітіргенше ұмытпайды деген сенімдеміз. Құрметті ата-ана, білім әлеміне өмірлік жолдама алу сіздің балаңызға ұшқыр қиял, бақыт қанатын және денсаулық әкелсін деп табыстағымыз келеді. Құдайбергенов Рүстем. Тойбатар Қуаныш. Тұрақбай Айжан. Кеңес Райымбек. Тұрарбек Үкілім. Талғат Асылбек.
Сәбит Жұпаргүл, Сердалы Асылбек, Нұрғали Бауыржан, Мұхтар Жәнел, Молдахмет Арайлым, Манас Мери, Мұхтар Ариза, Мәлік Мұрагер, Мұрат қызы Балмұр, Көбеев Жарқын, Болысбек Алихан, Амангелді Ахмет, Дәулеткелді Ахмаржан, Мұтарбай Мейірбек, Айтқали Нұрым, Айболат Мерейлім, Жамболат қызы Балғым, Арманмен алыстарға аттанарға, жас оралар іркіліп жанарларға, жүрекке жылы сөзбен тілек айта, сөз берейік әкелер мен аналарға. Сөз кезегін ата-аналарға берсек, ата-аналардан Қуаныштың апасы келіп отыр еді. Құрметті ұстаздар мен құрметті қонақтар, міне балаларымыз әліпбимен қоштасып отыр. Алдағы ана тілін жақсы бағаменен бастасын. Балаларымыз бірінші класты жақсы деген бағамен бітірсін. Ал енді орын Сеймен қызына берсек, оқу тәрбиестердің деген орындар. Ал енді құрметті ата-аналар, ұстаздар, мектеп оқушылары, бүгін біздің мектепте үлкен той десек те болады. Кешегі кішкентай мектеп табалдырығын аттаған кішкентай бүлдіршіндеріміз бүгін өздерінің мектептің сахна төрінде өнерлерін көрсетіп, 42 әріп танытып, өздерінің бар білген өнерлерін көрсетіп жатыр. Кішкентайлардың табалдырықтары аттаған құтты болсын. Білімдеріңді шыңдаңдар, білімді ұрпақ болыңдар. Егемен еліміздің кішкентай жас жеткіншектері дендеріңіз сау, аман есен болыңыздар. Енді осы кішкентай бүлдіршіндерді 42 әріп танытып, бүгінгі өнерлерін көрсетіп, үлкен өмірге жолдама көрсетіп отырған Гүлмира апайына еңбегіне торсақ табыс тілейік, дені сау болсын. Осындай кішкентай бүлдіршіндердің қызығына тоймай жүре берсін. Барлық ата-аналар келатқан ұстаздар, жаңа жыл мерекелеріңіз құтты болсын. Мерекеміз мерекеге уасып жүре берсін. Аман есендік болсын. Рахмет. Ал енді еңбегіне нұрлы жолы. Келіңіз. Ата-аналар, бүгінгі мына әліпбимен қоштасу ертеңгілігіне қош келдіңіздер. Жаңа айтып кетті. Орын Сүлейменқызы, бала біздің болашағымыз. Болашақта осы мәңгілік елге баратын, осы нұрлы жолмен баратын, осы біздің болашақ. Білімді ұрпақ, осы балалар, бұларға сәт сапар тілейміз. Әліпбидің жаңа толық курсынан өтті, әліпбиді жақсы бітірді. Білімнің негізі осы әліпбиден басталады. Енді осыны дайындаған ұстазына Гүлмира сізге шығармашылық табыс тілейміз. Әрине бұнда ата-аналарында еңбегі бар. Балаларымыз бәрі киіміне демеушілік жасап, сонда керемет жақсы. Әндерде, тақпақтарда сонда керемет дайындалған. Ата-аналар көп рахмет. Мына бағанағы хан мен жаңа ханшайым, одан кейін мына көрістеге келген киімдері сонда керемет. Алдымызда үлкен жаңа жыл келе жатыр. Сол жаңа жылға міне дайын киім, осы киімдермен шықса, балаларымыз керемет болады. Қайта-қайта киім тіккізгенше жаңағы түлкі, аю, тағы басқа киімдер өте керемет. Ата-аналарға демеушілік болғанына көп рахмет. Бәріңізге келе жатқан жаңа жылмен құттықтаймыз. Енді осы бүлдіршіндерді 29 күні жаңа жылдық шыршаға шақырамыз. Мерекелеріңіз құтты болсын. Ал енді
енді уақыттарыңызды бөліп қуанышымызға ортақтасып келгендеріңізге көп рахмет. Қош сау болыңыздар.